биыл Назарбаев зияткерлік мектебінің біздің өңірімізде ашылғанға 5 жыл болды. Мынау 5 жылдықтың ішіндегі нәтиженің көрінісі деп айтады. Себебі біздің оқушылар өзінің қол өнерін, мектепте оқыған ғылыми көзқарасты қалыптастырып жатқанын байқадым. Оған біз өте қуаныштымыз. Себебі алдымызда тұрған модернизация деп жатырмыз, жаңғыру деп жатырмыз. Бұның барлығы осы жастарға байланысты. Бүгінгі мысалға елбасының мақаласында да осы жаңарту деп жатыр. Жасалып жатқан жағдайлардың барлығы қазір біздің тек бұл зияткерлік мектепте емес, бүкіл мектептерде роботизация жасап жатырмыз. Онлайн оқыту немесе онлайн контент осының барлығы өз нәтижесін беретін сөзсіз. Себебі біздің осы балаларымыз келешекте бәсекелестік ортаға түскен кезде өзіндік алатын орны болу керек. Ол ондай орны бар екенін көзіміз жетіп отыр. Сондықтан да жаңа технологиялар қолдану. Жаңа химиядан біраз физика пәнінен, жаңа өздері электр тогын шығарып, немесе химиялық реакцияларды көрсетіп жатыр. Бұл жерде қол өнерін, әлеуметтік саладағы қол үшін жәрдем беру деп жатыр. Кішкентай бүлдіршіндерге тоқып, киім тоқып беріп жатыр. Сонымен қатар театрда өзіндік творчестволық қойылымдарын көрсетпекші. Бұның бәрі адамды рухани байытады. Интеллектуал осыған мемлекеттік жағдай жасалған, сол нәтижесін бар екен, біз көзіміз жетіп отыр, оны ары қарай біз дамытуымыз керек. Бүкіл мектептер осылай бір-бірінің тәжірибесін алмасса, сонда жастарымыз біздің қоғамның бір жақсы пайдалы мүшесі болады.
Атым Назарбаев зияткерлік мектебі. Туған жерім Қазақстан. Ана тілім қазақ тілі. Жасым 5-те. Меңгерген тілдерім орыс тілі, ағылшын тілі. Қосымша меңгерген тілдерім неміс тілі, француз тілі, қытай тілі. Айтарым туған халқыма, Туған отаныма, елбасына, Қазақстан Республикасының парламентіне, Қазақстан Республикасының үкіметіне, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіне, жоғарғы қамқоршылық кеңесіне, облыс әкімдігіне, мектептің қамқоршылық кеңесіне, ұстаздарыма, ата-аналарыма, менің дүниеге келіп, қаз-тұруыма көмектескен барлық тілектестеріме алғысымды білдіремін. Отаным үшін, туған халқым үшін еңбек етемін. арманым сапалы білім алу, еліміздің дамуына еңбек ету. Халқымыздың тағылымды тарихы, ұлттық өнері, қол өнері, зергерлік өнері бізге аманат. Оларды болашаққа озық үлгіде жеткізу біздің міндетіміз. Өйткені біз бабаларымыздың үмітін арқалаған ұлы дала мұрагерлеріміз. Добрый день, дорогие гости Назарбаев интеллектуальной школы. Сегодня мы покажем вам, как мы учимся сохранять великое наследие Великой Степи. Good afternoon, dear guests of Nazarbayev Intellectual School. Today, we want to tell you how we learn to keep the great heritage of the Great Steppe. Мен жайлы Назарбаев зияткерлік мектебі жайлы білгілеріңіз келе ме? Ендеше сахнаға назар аударыңыздар. Сегіз мың ғаламның бірі, тіршілік атаулының тірлік етер мекенінде, заман ағымымен дөңгеленген тарих дөңгелегі, жасыл желек жамылған, көк аспан астын мекендеген, күн нұрынан қуат алып, ұлы дала сарынын туғызды. Әрбір тасына сыр тұнған арқасымен шөлдерін, өзен теңіз көлдерін басып өтті. Тарих тұнығынан нәр алған жас өскіндер, болашаққа сенім артқан бабалар аманатының белгісі.
Республикасы, Азия мен Европаның қақпасы, 17 миллионнан астам көпұлтты халқы, жер асты және жер үсті байлықтары бар. Тұрған нүкте салттары мен дәстүрлерін сақтаған қазақ ауылы. Ассалаумағалейкум, ата. Уағалейкумассалам, балам. Үлкен жігіт болып өсіп қалыпсың ғой. Айдалайын. Бекдәулетжан, мынау кім дейміз бе, не дейміз бе? Ата, бұл робот R12. Мен оны Темірбек деп атаймын. Менің Назарбаев мектебіндегі жетістігімнің аты. Мектептерің сендерге осындай темір жасауға үйрете ме? Жоқ, бұдан да басқа көп нәрсе үйретеді. Мысалға, қазір Темірбек көрсетеді. Біздің мемлекетімізде болашақта өте зерек, талапты да талантты жастарды іріктеп алып, әдейілеп оқыту үшін тұңғыш президенттің 20 интеллектуалды мектебі ашу керек. Мы ответственны за lifelong learning. Воспитание нового формата спортивного развития. Информация. Жанр портала. Туманные литературы кидали экспедиция цель. Дисциплина работы умом. Свобода высказывать свое мнение. Мен тәуелсіз елде әлемдік дәрежедегі білім нәрімен сусындауға мүмкіндік алған бақытты оқушымын. Жас ұрпақтың болашағы үшін жасалған мүмкіндіктерді пайдаланып, мен өзімнің зияткерлік және шығармашылық қабілеттерімді дамытуға тиіспін. В эпоху развитых технологий к человеку предъявляются высокие требования. Мы можем стать настоящими патриотами, если будем ценить нравственность и стремиться к лидерству. Мы ответственны за будущее нашей страны. Transparency, respect, wellness, collaboration, responsibility, perseverance, and lifelong learning. These values have contributed greatly to our success. Учебный процесс – это не только уроки, перемены, неотъемлемая часть школьной жизни стала способом воспитания нового формата. Ты можешь читать, петь, танцевать, заниматься спортом, одним словом делиться своими мыслями. Лето не должно быть временем для прощания со школой. Это прекрасная пора для духовного, образовательного, культурного и спортивного развития. Время для проверки способностей и использования возможностей. 21 век – век информации. Использование новейших технологий, работа с информацией, требования при Свободно высказывать свое мнение по поводу различных вопросов, излагать собственную точку зрения, навык, который человек приобретает с годами. Проекты научили нас полету мысли, широте взглядов, научили нас делать выводы. Сегодня на основе международных стандартов успешно работает Назарбаев университет и интеллектуальные школы. Развивается сеть передовых учреждений профессионально-технического образования. Надо распространять их опыт на всю систему казахстанского образования, подтягивать их уровень все образовательные учреждения. Құлағына күмбірлеген күйме, әсем ән сіңген адамда ғана ұлттық рух болады. Ал біз сол рухты сезіне білген, тани білген ұрпақпыз.
асық, қой сүйегінен алынған ұлттық ойын құралы, түсуіне қарай бүк, шек, тәйке, алшақ, омбы және шоңғы жатыстарына бөлінеді. Қазақта асығын алшысынан түссін деген тілек бар. Ол сәттілік тілеудің белгісі. Шырақтарым, біздің ұлттық ойындарымыз жай ғана ойын емес. Ол біздің тұнып тұрған тарихымыз. Біз оны ұмытпауымыз керек. Бізде де тарих сабағы сондай ерекше өтеді. Оны ұмыту мүмкін емес. Міне қазір көрсетемін. Қайда? Көрейік. Ей батыр, сен немене алдыңдағымда көрмейтін болғанмысың? Батыр дегенде соншалықты тасып жүрмісің? Адаттың осы сырым батыр. Мен тасып жүргенім жоқ. Аз қазақтың басын қалай қоссам ба деп ойланып жүрмін. Оның басына не болыпты? Сенен біреу сұрап па еді басын қос деп? Қазақтың басы болар билер ме? Хандарынан қайыр жоқ болғасын, бір сөз заманында кімнен сұрайды? Сұрады. Сұраған жылаған елге қорған болмаса, басымызға келген бөркіміз жалбыраған орамал болмас па? Жоқ насыр, мен тасып жүргенім жоқ, қашып та жүргенім жоқ. Аз қазақтың басын қосып, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарсақ па деп, шынымен де толғанып жүрмін. Қазақтың жері, қасиетті топырағын, жұрттың заманда тапырата алмаймыз. Ендеше, артық қозғаламыз!
балам, бұл халық шіркін-ай, халықтың әніне не жетсін. Бізде де қазақ әндері жобасы бар. Онда біз әнді жаттап, тарихымен танысамыз. Балам, бұл жақсы жоба екен.
көптеген қызықты кітаптар алып келдім. Міне.人情，最知我是也。自知上这辆从着，自知不上这辆盖着。四周主路，不仅是古贼要胡同，有无敌声貌大多，还是促进是要各国和中国的友好往来，活动东西方文化的友谊之路。Die Vorführung der Seidenstraße ist der Kunstwerk. Darin, wie weiße Vitrage, nach Preis von Abay und Goethe, musikalische Werke von Kurmagasse und Beethoven. Dankbar dieses Werkes erkundigen wir Literatur und Kultur der anderen Völker und damit erscheint unsere Freundschaft.
跟蚂蚁特不得你舍Сексенға серуенге шықса да ішінде шолпан жолды жарығым сен Хадиша Саутайдай жүрген басым қаларсың біздің сөзге қарағым зарға que cheval touche le cœur de l'âme de la nation lorsqu'elle peut savoir puissant avec l'instrument national. Donc va, en chantant des vers folkloriques, nous pouvons sentir l'amour flamboyant de l'artiste à sa batterie par des chansons qu'il a jouées à Paris. Dès que j'ai entendu la musique, j'ai commencé à me rappeler le vers du poème. Il pleure dans mon cœur comme il pleure sur la vie. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Au bruit de la pluie, par terre et sur le toit, pour un cœur qui s'ennuie en le chant de la pluie.
Біз сіздерге 5 жылда қалыптасқан оқуы мен өнері, білімі мен ғылымы қатар жүретін қызықты да күрделі өмірімізді көрсеттік. Мы показали вам лишь маленькую часть активной и насыщенной жизни в нашей школе. Ведь каждый день открывает для нас новый мир, новые приключения в стране знаний. Today, we have shown you only a small part of our active and busy school life. Each day opens us a new world, a new adventure in the country of knowledge. Бізге үшін айқара-шып кезігі, елбасының зияткерлік мектебі. Өсемесің мектебімнің өркені, жебіресің ғылым білім желкені. Көркейіп көрінген, біз боламыз еркін ертеңі. Білімнің жарына, ғаламның доңығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің бесігі, ғылымның есігі, ғылымға жетуде қазақтың есімі елбасы мектебі. Жүрекке қол ашты кең жағдайы, ғылым іздеп білімгенің қазайы. Назарбаев зияткерлік мектебі, жаңартасың жарығы ғажайып. Білімнің жарына, ғылымның доңығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің бесігі, ғылымның есігі, ғылымға жетуде қазақтың есімі елбасы мектебі. Білімнің жарына, ғылымның доңығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің бесігі, ғылымның есігі, ғылымға жетуде қазақтың есімі елбасы мектебі. Елбасы мектебі. Мы выражаем вам благодарность за ваше активное участие в благотворительной ярмарке. Все собранные средства мы передадим семье Исляма Сариева, члена общественного объединения «Байтерек», который является социальным партнером нашей школы. Назарбаев зияткерлік мектебі жайлы тағы білгілеріңіз келе ме? Ендеше мектебімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі осындай әдемі отырысқа шақырылған, кешке шақырылған қонақтар, баршаңызды атыңыздан Назарбаев зияткерлік мектебінің бүгінгі ең
біздің алдымызға қойған көрінісіне, тамаша бізді рухани сусындырған осындай жақсы бір көрінісіне сіздердің аттарыңыздан алғыс айтуға рұқсат етіңіздер. Енді кешен аталасында болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген міне осы емес пе, құрметті әріптестер. Баршамыз міне осы азғантай уақыттың ішінде қаншама рухани сусындап шықтық. Біздің ертеңгі болашақ мәңгілік Қазақстан елінің ұрпақтары біздің алдымызда. Өздерінің жан-жақты, білімді, өнерлі, ертеңгі күнге сенімді жастарымыз біздің алдымызда. Міне рухани жаңғыру деген болашақтың ісі біздің бүгінгі күнді Назарбаев зияткерлік мектептері өзімізді тәнті қылып отыр. Мен ойлаймын, осы жерде өзіміздің әріптестеріміз отыр, білім беру ұйымдарының басшылары отыр. Өздері әрбіреуі өзіне осындай бір қорытынды шығарып, түйін отырған шығар деп ойлаймын. Әрбіреуі өзінің мектебінде міне бүгінгі күні жаңа айтты, 5 жастамын деді, 5 жыл болды. Біз осы Назарбаев зияткерлік мектептерінің іс тәжірибесін енгізу туралы айтып жатырмыз. Бәріңіз де өздеріңізді тағы да бүгін осы көріністі көре отырып, өздеріңізге бір қорытынды шығарған болар деп ойлаймын. Енді балдарыңызға, өнерлеріңізге көп рахмет, өнерлеріңіз үстем болсын. Үнемі біздің қазақ елінің көк туын жоғары биікке көтеріп бізге көрсете береді деген сенімдеміз. Көп рахмет. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары осындай.